Мурзағапаров, екеуі эйін бақта. Мелиса Бакиров қарынлады. Бақ тұташқан толырын етегінде. Бақ чексіз кең. Бақтың негесі жоқ. Бақ жапайы. Мен түркіндірақтар өз алдынша гүлдеп, мөмілері ет қошқа, құрт құмырсқаға жем болып, чире беріп жоқ болады. Бақтың баянын ешкім білбейді. Байырқы замандан берілі жашап келатқан сайт, бірақ жыл сайын жаңы чырпықтар жығып, көчеттер көгеріп, жаңыланып, жашарып тұрады. Бақта күн бүркі, суйдан туман түшіп, севелеп, жамғыры жауытады. Бақтың шығыш жағынан бір адам келіп кірет, өсті су, қолында ұзын таяқ, ары басқан ақвалда. Адам бақты аралап ұзаққа ұзап барып, ақыры бір дарақтың түбіне тоқтайды. Дарақтың асты құрғақ. Жолаучы дараққа жонын жүріп, бұтын сұнып отырып қалады. Ошол замат бүткөн бойы талықшып, мағдырап ұйқыға кетеді. Бірақ негедір чөчіп, көп өтпей көзін ашады. Қараса, қашында қара чар жылан тұрады. Қаректеріне қадалып, тілдері тітіреп, адамды арбап атқан сайды. Адам аптыға түсті. Анткеменен жыланаға қатылбады. Қайра қойған башын бұрып, қалың баректерінің арасына сойлап кіріп, көзден қайым болды. Ошыл учурда адамдың алдына топ бетіп алма түсті. Алма ақ қызыл түсті, тұп-тұнық. Адам алманы алып, қағырата жей баштады. Алма ширин шықты. Дағы жесем деген ниетте төбесін қарады, қарапайраң таң қалды. Көрсі, жөленіп отырған дарағы алма емес, жаңғақ екен. Анда қаяқтан түшті бұл алма, деген ой кетті. Адегенде маңдайындағы дарақ көзіне ұрынды. Бірақ анысы Чынар әлі. Чынар оғылы жоғын болчу. Төп жағы көңдей көрінеді. Бұл орында боз үйдің ешігіндей кішіне ешік қарарады. Ешіктің өзінде қап-қара чашту аял отырады. Өрілбеген қою чаштың арасынан қуыш жүзі ғана қарады. Аял бейтан шеркекті аңдай қарап, шашылбай алма жеп атыптыр. Қачан екеуі кездешкенде алаға мұлайып қойды. Аруаңыз, дей салды жолаучы азма-аз алдастап. Бар болыңыз, деп әлек алды аял. Алманы сез ұрғытқан тұрбайыз ба? Бекер отырғыча же отырсын дедім. Рахмат, аш болсын. Екеуі мұн шықпай алма же баштады. Қаяқтан қаяққа баратас? Жолаучы ойдылықтай түшті. Шығыш жақтан батыс жаққа? Оа, жолыңыз ұзақ екен. Оа, ұзақ. Еркек ентігіп алды. Өзіңізші? Мен ұш жерде жашайым. Ұшыл өңкір мен үйім. Қойыңызші? Былтыртан бері. Былтыр мен дағы сізге оқшып, белгілі тараптан белгісіз тарапқа бет алғам. Мағы оқшып ба? Аял еркектің сұруысына еті бар бербеді. Жолды 7 жолы күн батырып, 7 жолы таң атырып, ақыры ұшыл баққа келіп кіргенмін. Кереп, кейін мұна шыққым келбей қойды. Ажайып бақ екен. Бейіштім бағы. Еркек тұнжыра түшті. Егер қаршы болбасаңыз, мен да бүгін берді түніп қылайын, абдан чарчадым. Ұрықсат сұрағыдай, мен бақтың ес емесмен. Қаласаңыз бір толы қалып қалыңыз. Ансеңіз, андан жақшы. Екеуіз бір-бірімізге ермек болауыз. Аял жарау кер жылмайды. Еркек еріп кетті. Сіз тура бағымдадыңыз. Барар жағым белгісіз. Анда жетер жеріме жеттім деп біліңіз. Жан тілімінін. Екеуі еліретік тешті. Туман тарады. Жамғыр басылды. Дарақтардың арасынан батып баратқан күн көрінді. Бақтың içi қоч-қол қызыл нұрға толып, көлөкөлердің тұтылған торы жайылды. Еми жүрің, кешкі рысқыбызды теріп жеп келелі, деп қалды аял өңкір үйінен шығып. Еркек есeye түшті. Аял жылаңаш көрінді көзіне. Енке ішініле ептеп ескі чүпірек менен қалқалап қойып тұр.
Қалған жағын жайылған чачығана жаап тұрады. Аял анынан қайғанын аңдады. Умайененің киімі, деді күліп. Бақта 1 жыл жашасаңыз, сіз дағы адам атаға оқшап қыласыз. Еркек сылық жылмайды. Бақты аралай басышты. Қышты қантып қыштадыңыз. Таза үшсеңіз керек. Берге қар түшпейді екен. Расылеуі, сонын тұрбай. Мен ушынчалық үшікші өлмін. Анда қадырыңыз жан болсын. Еркек еме екі жағын қунақ қырады. Чүнілі азыр аға жылдың 4 мезгілі аралаш көрініп кетті. Бірілі ұчырда дарақтардың бірі бүрдеп, екіншісі гүлдеп, үшіншісі мөмелері бұшып, үзіліп жерге түшіп тұрады. Туш-туштан құштар сайрап, түркін түстігі көпіліктер ұчып қонып жүрішеді. Айтқаныңыз ақиқат, бұл бейіштің бағы екен, деді еркек аялды ереркеге қарап. Адам ата менен Умайенебіз ушындай жерден қуылып отырбайбы? Умайенебіз алмаға азғырылбағанда, аға адамча сүйлеген жылан айыпту. Емнесі болса да, екеуінің қылмышынан кейін күнөсіздік қылымы қирады. Менімче ошол жақшы болған екен, деді аял ойноқтап. Емесі екеуіміз мінтіп, бұ дүйнөнің дамын татып, күнөсіне батып, жырғап жашайтылек. Чын ба? Чыныго чын. Аял алдына басып келішкен алчыдан уырта өзіп алып, екеуісін еркекке сұнды. Жалтыраған қап-қара алчалар әлі аялдың характеріне оқшыш екен деп қойды еркек içінен. Açık айтқанға тартынды. Bir пастан кейін бұлар екі қырғуылға түш келішті. Қырғуылдың қып-қызыл қорозы боп-бос мекиянын ашығылық қазғырып, қуыш құйрығын жайып таштабаны айланып билеп атыптыр. Ой, ушылардың сүйі ұшқысы өтті, деді аял арманду. Қаяққа басбағын билешіп, туйлашып, өшіп, теушіп жатқан жан. Қуалашқан көпіліктер, чырмалышқан жыландар, мүйізді, башын мүйізді, башқа артып алып мағдыраған маралдар. Қараңғыда қалқандарын қағыштырышқан ташбақалар. Бір жолы сейілдеп жүріп, ергежелі жез кемпірге кез келдім. Жез кемпір қураған қуы жығашты мені алып, құтырып кеткенсіп, нары бері күйігіп чұрқап жүреді. Қызығып қарап қалдым. Қарасам, жез кемпір дегенім чүт қор болып шықты. Иілбес инелері үрпейіп, тікенекті құйрығы тітіреп, көздері бозорып алған. Көрісі құрғырың қуыжығач менен атайлап денесін дөйліктіріп атыптыр. Аял аяр күйіп қойды. Ашығылықтың азғырғы менен азабы бардық мақұлықтар үшін оқшош-оқшо ойбы. Еркек арсар жылмайды. Алар қалдай өскен қартаң Алмұрыттың жанына жетіп тоқтошты. Алмұрыт апаппақ болып гүлдеп тұрады. Анын астынан қайнар бұлақ қайнап шығып атады. Бұлақ башатында орғыштап, ордонын ордындай тегерек көлгі айланып, анан андан нары ағып кетеді. Көл жегін жашыл еңілчек қаптап, өстінде бұлыттай бу қалғайды. Ой, қайнар бұлақ, деді еркек өңгөчін тартып. Бақта басқан жағыңыз қайнар бұлақ, деп айтты ал. Мен күні түні кірініп тұрам бұларға. Аял аялдабастан көлге кечіп кіріп кетті. Көл аны көкірегіні чейін көмді. Қана, чечінбейсіз бе? Еркек арсар ақвалда қалды. Екеуіз бірге жуынса ұят болбойбы? Аял қатқырып қалды. Кімден ұяласыз? Бірде бізден башқа ешкім жоқ? Еркек чечкінсіз чечіне баштады. Жегдесі менен өкшөсіз өтігін чечіп, шымына келгенде дағы тайсалдады. Кечіресіз, ичкимим жоқ әлі. Оғы бетер жақшы кен, деді аял жайдар жылмайып. Bir жылдан бері жылаңа еркекті көрілекмін. Еркекке қуат болды мұнысы. Ал шымының шыпырып таштап, көлді бойлады. Қандай рахат. Су сонын ысық тұрбайбы. Ал адебестен денесін жуып кірді. Ұзақ жол басып кірдіп кеттім, деді ақтанғандай. Ештік емес. Еме екеуізге ешқандай кір жоқпайды, деп жуантты ана аял. Анан еркектің оғызын ашыра қойбой, алақандар менен анын артын жышып кірді. Еркек бұға көшіп тұрып берді.
Колдарыңыз жаман жумшак экен, деп койду бир пастан кийин үнү каргылданып. Эми аял алдына өттү. Экөө тең орто бойлуу эле, тизелери тирешип, көкүрөктөрү тийишип кетип атты. Денелеринен көзгө көрүнгүс учкундар чачырап, жан жерлери жалындаганы калды булардын. Кийимчен 40-тагы кишидей көрүнгөнсүз. Эми карасам, желдеттей жигит турбайсызбы? 27-демин. А мен 22-де. Анан абдан сулуу экенсиз. Сиз дагы. Айткандар үчүн эле. Аял кымча бел, эмчектери чагылгандын ташындай катуу, ажары айдай тунук, ой кыялы ойнок окшойт. Эркек болсо арык чырай, кыр мурун, аялдын түтөгөн кара каштындай муруту бар, сүйлөгөн күлгөнү сыпайы, мүнөзү сүйгөнгө да күйгөнгө да даяр экенин элестетет. Аял аны сылык сылай берди. Акыры ал чыдабай аялды кыса кучактады. Экөөнүн маңдайлары сүзүшүп, көздөрү сүзүлүп, эриндери эрип кетти. Тизелери тирешип, көкүрөктөрү өйкөлүп, таптакыр тилден калышты. Аста секин ай чыкты. Ай нурлары алмуруттун апа-аппак гүлдөрүн аралап өтүп, көлгө себилди. Көл үстүндө эки кара баш калкып сүзүп жүрдү. Айтмакчы, атың ким, айым кыз? Акшам. А сеникичи? Актаң. Актаң. Акшам. Экөө кайра жанашып өбүшүп алышты. Жүреме, үңкүр үйүбүзгө кайталы, деди кыз. Көлдөн чыгышып, барар жактарына бет алышты. Айдыңда ар кайсы дарактар асылышып, анар, анжир, курма сыяктуу мөмөлөрдөн үзүп жеп баратышты. Акшам. А? Сен бая, мен дагы сизге окшоп белгилүү тараптан белгисиз тарапка бет алгам деп айттың. Ал эмне дегениң? Акшам күлдү. Айнуру анын акактай тиштерине чагылып жатышты. Ал дегеним, экөөбүз тең ашыгылыкка азгырылып, ананын азабынан, ата журтубуздан айрылып, минтип, барса келбес жолго чыгып отурабыз. Демек, сен дагы, мен дагы, сага окшоп. Актаңдын оор жүгү жеңилдей түштү. Көңүлү көтөрүлдү. Анда айтып берчи, деп калды ал куунак түрдө. Жок, абал өзүң айт, деди Акшам. Кана, башта. Актаң макул болду. Мен ушул жылдын жазына чейин үйлөнгөн эмесмин. Ойноп күлүп жүрө бергенмин. Жаштыктын дооранын сүрөп? Ооба. Анан атам, аймактагы атактуу адам, элден намыс кылып акыры ой боюма койбой үйлөп салды. Бир жесир аялдын кызына. Эмне үчүн жесир аялдын? Аялдын эри атамдын жан бирге досу болчу. Атам ошонун арбагын сыйлады. А тойдун эртеси кайненем, аяш, эми ээн үйдө эңгиреп жалгыз кыламбы? Кыз күйөө мени менен жашасын дегенин атам ага макул болду. Ошентип, мен күч күйөө катары жашап калдым. Кайлыгым 16 жашар, уялчак, ишенчек, байоо кыз. Бара-бара жакшына аял болуп бермек, бичарам. Бирок буга жеткирбеди апасы. Апасы? Кайненем 40-ка кирелек катын. Актаң аялдай түштү. Кызга бергиз жубан беле. Актаң башын ийкеди. Акылды азгырткан азыткы эле. Кызы көшөгөдөн чыга элек жатып, кызгана баштабадыбы? Кызын сенден? Мени кызынан. Акшам айдың бакты жаңыртып каткырып калды. Күлкүсү куду тоо суусунун көбүгүндөй көбүрүп көрүндү. Ушундай болушун каалап тургам. Каалап тургам? Кызык да, энеси кызын кызганбай, кызынан күйөө баласын кызганганы. Айт ар жагын тезирээк. Кызын көшөгөдөн чыгарбай эле койдум астен. Жок, сен отура бер, карегим, а күйөө баладан кам санаба өзүм ардактап алам деп. Кантип ардактады анан? Кызматчы аялдай кызмат кылды. Колума суу куюп, сүлгү сунат. Бутумду өзү жууп, өзү арчыйт. Уюба деп желкемди укалайт. Ысыба деп желпип турат. Кийгеним күндө жаңы, ичкеним арак, шарап. Кашымда акшы артык. Кылыгы күч кайненем. Бир жолу
ошондой отурушта ойноп айтып калды. Зайыбың али жаш. Сен аны анча кыйнава деп. Мен дагы онун оюнун ойнодум. Кыйнаганым жок, деди мага колонуп. Көрүп атам, угуп атам деп койду, мугамы ырмылуюп. Кийин билсем, түндөлөрү уктабастан караңгы үйдүн караңгы каналарын кыдырып, көшөгөбүзгө көлөгөсүн түшүрүп, ойноп ооноганыбызды көрүп, сүйлөп күлгөнүбүздү тыңшап жүрүптүр. Акшам дагы бир шыңшып алды. О, элестетип атам, деди биларман кишиче. Кызганча катын кыйын кыйналган экен. Кыялында далай жолу жулунуп, көшөгүңөргө кирип барып, кызынын бетин аймап, чачын жулуп, сени чалкаңан жыгып үстүңө үйрүлүп түшкөн тура, бейбак. Актан күлдү. Акыры кыялын ишке ашырды. Бир күнү бүгүн аялың эс алсын, сен бөлөк бөлмөгө жат деп калды. Эмне демекмин? Унчукпай макул болдум. Кайненем кызынан кылбат каанага төшөк салды. А мен чечинип шамды өчүргөндө желегин желбегей жамынып, желпинип кирип келди. Кыңырылба, кызымдын кызматын кылып берем, деди желегин жерге ыргытып. Токтой тур ушул жерде, деп шыбырады акшам Актаңдын оозун оозу менен жаап. Ал азыткынын айтканын өзүм аткарам. Экөө өбүшүп жабышып калышты. Ай тийген жылаңаш денелерине ала көлөккө түшүп турду. Туш-туштан жаркын аттар шуулдап өтүп атышты. Жакындан баюулуу улуду, узактан Сүтактын муңдуу үнү угулду. Ай анча алыстаганда акшам эми деп энтиге салды. Аңгемеңди улант. Жок, узартпа, уккум келбейт. Азыр аз калды, деди Актаң алдыга алдастай басып. 6 айдан кийин айыбыбыз ачылды. Аялым акыры билип койду. Көптөн бери шектенип жүрсө керек. Бир күнү колго түшүрдү, үстүбүздөн чыкты. Айкырыкты салып, бурхан шархан түштү байкушум. Апасы ант ичип Актан канча буркурап ыйлап, булкунуп чыгып кетти. Эки ойнош эмне кыларды билбей, эсибиз ооп отуруп калдык. Кыйладан кийин эшиктен иттердин үргөнүн, элдин ызы чуусун эшиттик. Кабатырланып караңгы терезеге келдик. Терезеден кыштактын көчөсү салынган таш тамдары көрүнөт. Азыр алардын карааныгына карарат. Ээлери эшикте. Ар кайсы жактан аяйлап айкырган адам. Адамдардын арасында кимдир бирөө куйруктуу жылдыздай жалындап күйүп барат. Аны көргөндө кайненем кан жутуп, какай албай катып калгансыда. Эсине келгенде, кызым ада болду деп эшкирип, эшикке атырылды. Аргасыз артынан түштүм мен. Экөөбүз энтиги белге жетсек, күйгөн киши менен аялым чаак өртүп өчүп, түтүнү түтөп жерде жатат. Кайненем кызынын алдына чөк түшүп боздоп калды. Мен болсо башым маң болуп, көпчүлүктүн көлөкөсүнө жашынып алдым. Эңилишке эрким жетпеди. Бирок ичимен эзилип, эсилеркем. Эриң эридей, энең энедей болсочу, деп кейип турдум. Адамдар да ар кайсын айтып, арман кылып атышты. Жакшынын жаны тынды, деп койду жанымдагы бирөө. Жай жаннатта болсун жаш неменин, деди экинчиси. Кокусунан, о кудагый, Кудай курутту го бизди. Эмнеден жаздык, айтсаң? Кыз келинтин убалы кимге? Деген айбаттуу авазды уктум. Карасам өз атам. Ана ошондо мен өзүмдүн тирүүлөй өлгөнүмдү түшүндүм. Эми өлүгүңдү жоготпой жогол эт, дедим өзүмө өзүм. Анан аста секин элден бөлүнүп, караңгылыкка житип кеттим. Алар акшам айткан үңкүр үйгө келип калышкан эле. Куш келипсиң, деди үй ээси. Кана, ичкери кир. Экөөбүз батабызбы? Кадырың жан болсун. Актан эңилеп, эшиги жок астынан аттады. Коркпо, үстү эгиз. О, терезең да бар турбайбы? Өзүм ойгомун. Алакандай тешиктен айдын нуру түшүп, үңкүр үйдүн ичин күңүрт жарытып турат. Чын эле кең экен. Кембагалдын кепесиндей. Отур. Экөө жанаша жайлашты. Алдыларында ачык эшик, айдың бак. Астыбызда эмне шыгырайт? Бариктер. Жыр калтырмыш.
Bir paska mündöy oturuştu. Anan akşam ırdap bereyim be dep kaldı. Mırda dedi Aktaң. Kızıl kozunun görpöselem oyday. Kızda bolsa bir üydün erkeselem oyday. Aktaң azildeşip koştup ketdi. Erkelikке koygun jok, çalga sattı oyday. Çaldın balasına. Oşundayбы. Kana? Çal 50 yaşta balası 19'da bulça. 2 yıl ilgeri. Atası akıldı, görünüşü körüktü kişile. Balası inesini tartıp, esi jok, eri bolgonça erkelikke kanalek, balalığı kalılek bir dödöy. Ayıldanın atı Kemçontoy. Jamandın jartı önürü artık emespe. Kemçontoy kumar oynaça. Ar günü aşık alçıydı. Orada atat, koroz uruşturat, it talaştırat, at çavuşturat. Barısını akça sayat. Utat, utturat. Bir jolu kapçığı kaktalıp kaŋırığı tütögönde katınımdı koydum dep meni da utkurup jüberiptir. Hüyün küygür. Kaynatam kutkarbadı meni utkan kumarpozdan. Ekөөten kunak külüp alıştı. Seneqa kantıp katı bolup жүрөсүң? 20'ga çıkkança yerge tiybey Karadağlı at alıp kettim. Kantip? Uşunday körküň menen be? Tandagan tazga jolgat. Güljigitlerdi çanıp oturup akırı Kemçontoyga kor boldum. Anın üstüne öz atam kuragan kedey, kaynatam çirigen bayle. Kalıňdy özüň beç, kalagaňyňdy alasың, dedi kaynatam adatımça köktügümdü görsetsem. Öz atam bolsa gözümdü karay çaldırap, ayap kettim ananana. Oşenti özümdü özüm satıp, özümdü özüm Kemçontoyduň koynuna salıp berdim. Akşam içine tunjura düştü. Keyin kokusundan gülüp jördi. Emne gülesiň? Kızık iş, kılmış iş, keyin baştaldı. Nikeleşken tünü küyo kurgurum menin ıçkırımdı çeçe albay koydu. Urasılevi, aytıp ber. Albette, men dağı kız kadasın kılıp kıyla karşılık görsettim, birok bul çınığı sebep mesele. Çınığı sebep Kemçontoy aligice katın görüpöptür. Hanın üstüne al şordu arak içip naşa çegip alıptır. İçkilik menen bangilik dağı bul jamandın jartı önörüne koşulat. Kıskası Kemçontoy kıylaga kuru varalanıp keyin koňuruk tartı uktap ketdi. Ajap bolupdur. Ertesi erteň menen ekөөbüzdün ekiden jeňilleribiz kirişpedibi? Kana kız küyo jakşı jatdyňarby demiş bolup. Çınında töşök görgönü gelişken. Saltdy bilesiň go. Küyo jak kızdan kız ekenin bilişi gerek da. Bizdin şeyşe papak boydan emespe. Koy kız bul emneňer? Kana debespe meni jeňilerim. Men ta uyalbay. Küyo balaňardan sıragala dedim. Kemçontoy tuş görüp atgan. Dartkam dep koydu al uşultapta. Anın jeňileri arsarak bolda artyna kaçtı. Şektü getişti, deşti meni jeňilerim. Jok kız, bulardy epde bişendirиш gerek. Antpesek haberi tökület. Kızıňar juwan çykdy deşse kantebis. Ateneňiz asly ölbey bar namystan. Kala berse kalyňyny kaytaryp bolat kaynataňyz. Şonukdan kızıke gaýyn jurtuňyzdy kursant kılıňyz tezirek dep bezildeşdi. Kantep desem küýöňiz baýo bola. Siz özüňiz jardan beriňiz aga. Düşündiňizbi? Deşet. Düşündim albette. Ekinci günü çinele Kemçontoydu azgyryp gördüm. Gel, yerdi katında turap oýnoýly dedim aga. Birok al keçegiden beter masale köňüldenbey koydu. Goýçy, oşunday da oýun bolabı dep teskeri karap jatyp aldy. Sahar menen jeňiler dağı gelişdi. Bul jolu jaňjal çykdy. Kızıňar kız emes eken deşdi Kemçontoyduň jeňilleri. Balaňar erkek emes eken deşdi meniň jeňillerim. Tigiler çiçalap çygyp ketişdi. Berkiler maga bugün tünü tırmap bolsa da özüňizdi kanatasyz dep buyruk berişdi. Meni saarlap sana bastı. Küyo kurgurum kur degende uşul günü soğuk bolsa eken dep diledim. Dilekке karşı tilegim taş kaptı. Kemçontoy gileri geçke kurbu kurdaşlar menen kuunap geçinde dağımas geldi. Gelip bosoğun attar menen gilemdin üstüne kuladı. Oş yol boyda nuktada. Men tağdırma tarını uylap girdim. Mına uşul uçurda eşigi akırığın açılıp üyge uzun boylu kişi girdi. Karasam kaynatam. Orduman sekirip durdum. Korkpa,
men seni kutkargany geldim dedi kaynatam. Anan karıluu koldoru menen jelkemen jerge basıp sekin töşökkö jatkırdı. Men karşılık көрсөткөн жокмун. Jawap, dedi Aktan. Akşam buğa katkırıp güldü. Kaynatam kayra çıkıp ketkenden keyin men kem çontoydu çeçintip janıma jatkırıp aldım. Al taң atkanda taң kalıp atpayby? Emne üçün şeýşep kıpkızıl kuduanardın şiresi tögülgönsüp dep. Tantıva kılar işte kılıp koyup, dedim erkelegen bolup. Menbi, deyit maň baş. Hanan kim deyim, oğo beter nazdanıp. Çeskempir, dep koydu Aktan. Çeskempirge jeňeler kirişpeybi kiyin? Meýe. Törtөө teň kursant, barys razı. Men tarap süýünçlöp, er tarap süýünç berip jatyp kalyşdy. Kaynenem jeňelerime kümüşten sırga tagyp, kaynatam altından bilerik saldı. Kaynatan keyin katılgan jokpsa? Ke oşunda bolup atpayby. Ekөөz bir otola oynaş bolup aldyk. Oşentmeksiňer betbaktar. Akşam adatynça katkırıp aldı. 2 yıl jırgap jaşadyk. Işkыбыз öçpey. Anan aşkere bolduk. Şermendebis çykdy. Adegende albette kaynenem bilet bizni kılmıştı. Al balasının gözünü açat. Akmaktın arına tiyet, jindinin jinin keltiret. Akırında kolunu aybalta berip, öldüresin eköön deydi. Kemçön toy köknardan içkenince içet da, keyin közleri kantalap şilekeyi kuyulup biz jatkan üýgө gelet. Kelse ekö janaşa jatabız. Kemçön toy adegizbey atasını baltaladı. Andan soň maga dap berdi. Birok Kudaydın kudreti be kolun kötür olbay koydu. Şal bolgun nemedey şaldırap durup kaldı. Gözünün jaş ketdi. Men anın oşol ahvalынан paydalanyp, jalan köynökçön jylaň aylak boydan eşikке çurgadım. Eşikке çygyp esime gelbey turup, "El jurt, öldürdü" dep kıykıra berip turmun. Aş-baş debey adamlar çoğulup kalyşdy. Alar görüştü, düşünüştü. Ayıptın bari anau ayağı suyu ayalda, dep çaňırdy kaynenem dolulanyp. Жазылаш керек жалапты, deyişti kalgan erkek ayalı. Aygıra tap kegile, dep aykırıştı. Aygırdan aylansın bul şurkuya, ak baytalga baylagla, 2 jalaptan teň kutulalı, dedi kaynenem. 2 jalaptan? Biziň üýürde bir ak baytal bar bolçu. Al öz aygırın çanıp, başka baydın üýürüne kaçıp barıp, anın aygırı menen oynap gelүүçü. Koyçu? Januar jakşı görgön jagına jaşyranyp, jylga menen kattaçu. Bararda kuyruğun tüyüp, güýügüp çurka olturup, kaytarda şaşılbay baktıluu basıp gelçü. Ukmuşun kururgaçlar. Ak baytaldy men ayaçumun. Ekөөbüz nagalek, birok başkalarga anın jorugu jakçı emes. Bayım, jogotuňçu uşul uyatsızda. Elge şermende kıldıgo bizde, dep kalçu kaynenem. Kaynatam dile ardanuuçu içinen. Antke menen akıldy urak kılıp, "Jon koy, jaş neme oynap alsın" dep külüp koya turgan. Mıneme oşol baytal ekөөbüzdi koşu jazalaştı. Meni 2 bilegimden baytaldın kuyruguna baylap, anan artыбызdan aygak salıp, ayıldan alys aydap jiberişdi. Oşentip ak baytal menen akşam tagdyrlaş 2 şordu biri-biribizdi süýrep, bejolma bejol kaçıp gelatdyk. Menin beti kolum aymalıp, göynök kökürögüm tilinde, Kuday çalgap soýlagan jerim tegiz, köküş bereken. Akyry ak baytal arıdy öje, aygaktagan adamlar artda kalganyn sezdi be, akyryn basıp kaldı. Bir beytanyş özönüň jegine jetkende takır toktop ottop girdi. Men dagı es ala düşdüm. Esime gelgende eptep kutuluşdun amalyn oýladym. Karasam, aldymda kırluu taş durupdur. Daroo bilegimdegi jipti taşdyn kırı menen kıya başladym. Eski jip eken tezile kırkılıp ketdi. Men ak baytaldan ajırap, asmandy karap, talyp jatyp kaldym. Oşol ahvalda uktap ketipdirmin. Oýgonsam jaka belde ak baytalym görünbeydi. Özöndün boyunda özüm jalgys kalypmyn. Hemem ne kılardy bilbey, kıylaga kıymıldabay oturdum. Keyin kokus artymdan aňdap, kuğun gelip jürbesin dep korkup, orduman turup, beytanyş jakka bet aldym. Tagdyrga tan berem uşa. Aktan akşam döptü. Akşamaka jogap berdi. Ekö almaşıp jatyp kalyşdy. Oşol boydan ekö 2 gün eşikке çygyşkan jok. 3-nji günü katuu gün gürkürep,
Асман чартылдаган чагылгандардын согуш майданына айланды. Чагылгандардын жалындаган октуру жерге жетип, бирөөсү акшам менен актаң жашаган чынарга келип тийди. Чынар чатырап өрттөнүп кетти. Өрт кечке чейин өчпөй койду. Кечке маал нөшүрүлүп жамгыр жаап, жалын быкшыган көк түтүнгө өттү. А түтүн аста секин тарап, акыры чынардын калган калдыгы чычалага айланган өзөгү көрүндү. Өзөк өрттөнүп отуруп, кишинин боюнчалык гана бөлүгү калыптыр. Жамгыр таң атканча жаады. Таң атканча чычаланын күйүндүлөрү күбүлүп түшүп, жалтылдаган жылма жыгачка айланыптыр. Өзөктүн өзү куду кучакташып турушкан эркек менен аялды элестетет. Эркек менен аялдын денелери ак саргыл, сылык, тунук. Экөө маңдайлары сүзүшүп, көкүрөктөрү тийишип, тизелери тирешип, тилсиз сүйлөшүп турушат.